Кейбір адамдар түндесі күнә қылған менен әлектенет. Сіз біз деген Алла Таалам тауфиқ берсін, Алладан сұрайлы. Алла Таалаған алдында ибадат менен әлектенгенге әрекет қылайлы. Әрбір түнді қадір білейлі. Әрбір түнді ғанимет. Бұл түн қайра келбейді. Шон үшін ақыретіміздің пайдасына іштетейді. Абу Умама Бахри радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтқан. Хадисте оңыз. Түнгі ибадатты сіздер бекем қармағыла дейді. Қиямул лейл дегені үшін туғандар, бұл жөн еле намаз менен чектелбейт. Зикирди кылсаңыз деле, дуа кылсаңыз, Куран окусаңыз, намаз, сеп намазга окулганда қиямул лейл, түнкү ибадат менен жандандырууну қиямул лейл дейт. Fa innahu da'watu salihin qablakum, сіздерден мурунку аулия салихиндердин бул адаты эле. Wa qurbatun ila rabbikum, Робуңарга жакындайсыңар. Жана сүйкүмдүү болосуңар. Wa magfiratun lisayyiat, күнөөлөр кечирилет. Wa manhatan al-ism, günöden Allah subhanahu wa budacı